Саламатсыздар ма, қалдарыңыз қалай? Елдананың каналына келуіңізбенен. Мына видеоны әдейі қазақ тілінде салғаным, өйткені ағылшынша контент көп, орысша контент көп, қазақша азырақ екен. Мүмкін инстаграмда, мүмкін тиктокта бар шығар, бірақ бізде Америкада тұрғандықтан бізде тикток жоқ, бұғаттап тастады. Сондықтан біз мына YouTube пен Facebook пен инстаграмды қолданамыз. Бірақ мына видеоны мен әдейі YouTubeқа салдым, өйткені мына Facebookке Reelsқа салғаннан соң дауысы біртүрлі шыққан. Ал енді Денвер туралы, олардың электричкалар туралы бір сөз айта кетейін. Өзім Денверде көп жыл тұрғалы, тұрғаныма көп жыл болды. Мына Денвердің шетіндегі спальный районында тұрамыз, Сентенниал деген жерде, өзі қалашық болып саналады. Сол қаладан шығып, мына Болдер деген қалада бір шаруам болған, соған шықтым таңертең. Оған бару үшін мына бізде E-Line деген нөмірі E деп келетін, қазақша айтқанда ағылшынша E. Сол электричкаға мініп, мен Денвердің ортасына келдім, Union Station. Баяғыда Алматыда саяхат деген станция болған. Бізде осында Union Station бар, саяхат сияқты. Сол Денверден Union Stationге келгеннен соң, мысалы басқа электричкаларға, поездға, немесе басқа автобусқа міне аласыз. Мен өзім Болдырға баратын автобусқа міндім. Сонымен электричкамен 30 минутта жүрдім. Одан кейін 50 минутын мына автобусқа мініп, межгородпен Денверменен Болдырды арасында жүретін автобусқа міндім. Оның бағасы өте арзан, ақшқа да өте арзан, қазақтарға да өте арзан болып келеді. Мысалы, мен 6 билетті, мысалы, бір блокнот бар, сонда 6 билет сатады. Бір билет, сол блокноттың алтауы $13.50 келді. Өте арзан бізге. Сонда бір бағытта жүретін бір билет $2 келді. Мысалы, өте арзан болып көрінеді. Біздің тұрған жеріміз енді таулы аймақ. Қарасаңыздар, мына таулы аймақтың бір көрінісін тамашалайсыздар. Сондықтан енді мына видеомен қазақша салғаным, сіз енді не жасаңыз, бір коммент жасаңыз, Елдана осындай контентті қазақша сала бер, немесе керек емес, ағылшынша сөйлесең сөйлей бер, орысша сөйлесең сөйлей бер деген бір коммент жасаңыз жақсы болар еді. Рахмет, келесі кездескенше күн нұрлы болсын.